Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге құрамы қарапайым заттардан тұратын салаттың рецебін жасап көрсетемін. Бізге қажет заттар: қызылша, жұмыртқа, қияр және сарымсақ, майонез. Қиярды видеода көрсеткендей майдалап турап аламыз. Туралған қиярларымызды ыдысқа саламыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Піскен жұмыртқамызды 4 бұрыштап майдалап турап шығамыз. Қызылшамызды майдалап турап шығамыз. Барлық заттарды ыдысқа салып, үстінен бір сарымсақты пресстен өткізіп саламыз. Және де қара бұрышты дәміне қарай қосамыз. Үстінен майонез құямыз. Жақсылап араластырып шығамыз. Мінеке достар, осындай дәмді әрі ағзаға сіңімді салат жасадық. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліңіздер.